Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы сақтар туралы тарихи мәліметтер. Сабақ мақсаты картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге сақ тайпалардың қатысы дерек көзі туралы білеміз. Сақ тайпалардың қоныстануы туралы білеміз. Сабақта қолданатын терминдер мен лексика ол: дайлар, массагеттер, тиграхауда, хаумаварка және парадарая. Сақтар біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта Орта Азия және Қазақстан жерінде мекендеген ежелгі тайпа. Олар ежелгі дүние өркениетімен қарым-қатынас жасаған. Жалпы сақ тайпалардың атау мағынасы жайында көптеген пікірлер бар. Олардың ішінде сақ сөз мағынасы парсы жазбаларында олар туралы құдіретті еркектер деп атаған, иран жазбаларында оларды жүйрік атты турлар деп атаған, ал грек авторлары оларды азиялық скифтер деп атаған. Біздің заманымыздан бұрын 484-425 жылдары өмір сүрген грек тарихшысы Геродот шошақ бөрікті сақтарды тиграхауда немесе массагеттер деп атаған. Грек ертегінде көшпелі тайпалар тағы да бір атауы дай немесе дайлар деген мәлімет кездеседі. Грек тарихшылардың айтуы бойынша сақтар дұшпанға қатал, досқа адал болған. Олар батыр жауынгерлерді ардақтап құрмет тұтқан. Сақ деп аталатын тайпалардың арқасында өз алдында көсем болған. Грек авторы Ктесий сақ әйелдері ер жүрек келеді, соғыс қаупі төнген кезде ерлеріне көмек көрсетіп, ұрысқа араласады деп баяндаған. Антропологтар сақтарды европалық нәсілге жатқызады. Дегенмен монголоидтық белгілер солтүстік және шығыс Қазақстанда мекендеген сақтарда көбірек кездеседі. Сақтар негізінде шығыс иран тілінде сөйлеген. Сақтар туралы жазбалар үш топқа бөлуге болады. Бірінші топ ежелгі парсы патшаларының тастағы сына жазбаларына және Геродоттың еңбектеріне негізделген. Екінші ол Александр Македонский мен оның мұрагерлері жорықтары кезінде грек жазбалары. Үшіншісі Орта Азия халықтарымен байланыста болған өз замандастарының мәліметтеріне сүйенген грек және латын ғалымдарының жазбалары. Құрметті оқушылар, парсы патшалары бірінші Дарий және Ксеркс бұйрығымен жазылған мәліметтерде Қазақстандағы сақ тайпалары аталған. Бейкүсі жазбаларында. Грек және латын тіліндегі деректердің арасында Геродот және Страбонның еңбектерін айтуға болады. Осы деректерге қарағанда Грекияда, Рим империясында, Персияда, Египетте, Үндістанда көшпелілерді өте жақсы білген. Құрметті оқушылар, сақ тайпалары қоныстанған жерлерін анықтайық. Ғалымдар Қазақстан жерінде мекендеген сақтардың қоныстанған жерлерін анықтаған. Сақ тайпалары мекендеген одақтары негізінде үш топқа бөлінген. Олардың бір тобы Жетісу, Тянь-Шань тауларында Сырдария өзенінің ортағасында тұрған сақтардың бұл түрі шошақ бөрікті сақтар немесе тиграхауда деп аталған. Міне. Тиграхауда сақтары. Келесі сақ тайпалардың екінші бір тобы ол Арал теңізінің маңында Сырдария мен Амудария төменгі ағасында мекен еткен. Парсылар олардың теңіздің ар жағында мекендеген сақтар немесе парадарая сақтар деп атаған. Парадарая сақтары. Сақтардың үшінші тобы ол Мұғырап өзен аңғарында өмір сүрген сақтар. Олар хаума сусынын дайындайтын сақтар немесе хаума варга сақтар деп аталған. Олар жылқы сүтінен ашытып хаума атты ерекше сусын дайындаған. Құрметті оқушылар, осылаған мәліметтерді қолдана отырып, келесі тапсырмаға кезек берейік. Сақтар туралы мәліметтерді сәйкестірейік. Парсы жазбаларында, иран жазбаларында және грек авторлары. Жүйрік атты турлар, азиялық скифтер, құдіретті еркектер. Қай жазбаларға олар жазады? Жауабына көңіл бөлетін болсақ, парсы жазбаларында сақтарды құдіретті еркектер деп атаған.
Иран жазбаларында оларды жүйрік атты турлар деп атаған. Ал грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Құрметті оқушылар, келесі тапсырмаға көңіл бөлейік. Екінші тапсырма мәліметтердің ақиқат немесе жалғандығын анықтайық. Бірінші мәлімет. Біз заманымыздан бұрын 484-425 жылдар өмір сүрген грек тарихшысы Геродот шошақ бөрікті сақтарды тиграхауды немесе массагеттер деп атаған. Бұл ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Келесі, грек авторы Ктесий сақ әйелдері ержүрек келеді, соғыс қаупі төнген кезде ерлерге көмек көрсетіп, ұрысқа араласады деп баяндайды. Ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Үшінші, антропологтар сақтарды европалық нәсілге жатқызған, дегенмен монғолоидтік белгілерді кездескен. Бұны ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Тамаша, құрметті оқушылар. Жауабына көңіл бөлетін болсақ, бұл үш мәлімет үшеуі ақиқат болып табылады. Үшінші тапсырма. Тиграхауда, Парадарая, Хаумоварға тайпалық одақтан қоныстаған жерін көрсету керек. Олар Жетісу Тянь-Шань тауларында Сырдария өзенінің орта ағасында тұрған. Олар Арал теңіз маңында Сырдария мен Әмудария төменгі ағасын мекен еткен. Олар Мұғырап өзен аңғарында өмір сүрген тайпалар. Қайсысы Тиграхауда, Парадарая және Хаумовар екенін көрсету керек. Тамаша, құрметті оқушылар, жауабына көңіл бөлетін болсақ, Тиграхауда сақтары Жетісу Тянь-Шань тауларында Сырдария өзенінің орта ағасында тұрған. Парадарая сақтары Арал теңізі маңында Сырдария және Әмудария төменгі ағасында мекен еткен, және Хаумовар сақтары Мұғырап өзенінің бойында өмір сүрген. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге сақ тайпалар қатысы дерек көздері туралы білдік. Сақ тайпалар қоныстау туралы білдік. Сонымен қатар дайлар, массагеттер, Тиграхауда, Хаумоварға, Парадарая терминдерімен таныстық. Көңіл бөліп тыңдағандарына көптеген рахмет.